Желіде сұмдық ақпарат. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз. Кейде арнамызға жазылып лайк басып ұмытпаңыз. Бүйрегін езіп, бас сүйегін сындырып, темекіні арқасына басқан. Алматыдағы әскери бөлімде қаза тапқан сарбазға эксморция қорытындысы шықты. 2 жыл бұрын қаза тапқан мерзімді қызметтегі сарбаз Алмас Шахимовтың туыстары эксгумация жасатып 6 айдан соң сараптама нәтижесін жариялады. Олардың күдіктері расталып, сараптама нәтижесінде сарбаздың денесінен пышақ жарақатымен түрлі аяусыз соққылардың ізі анықталған. Алматы қаласында әскери борышын өтеуге кеткен Алмас Шахимовтың отбасы 2 айдан соң қаралы хабар келген. Ол кезде өлімнің ресми себебін жазатайым оқиға деп көрсеткен. Сарбаз оқу-жаттығу кезінде өзлерді қауіпсіз жерге шығаруға көмектесіп, өзі қатты дауылдың әсерінен құлаған металл жабдықтың астында қалып мерт болды делінген. Алғашында бізде көптеген айғақ болғандан эксгумация жасауға қарсы болдық. Алайда әскерилерден кейін барлық дәлелді ұлымның әскери киімдерін, полигондағы бейнежазбалардың бәрін жойды дейді Алмастың анасы. Деректерге сүйенсек, уақыт өткеннен соң марқұмның туыстарының күдіктері расталған. Мәйіт сараптамасының оң жағынан 3 пышақ жарақаты, қылқындырылған іздер, 26 дене жарақаты анықталған. Оның бүйрегін езіп, бас сүйегін сындырып, темекіні арқасына басып сөндірген дейді анасы. Анасының айтуынша, Алмас бағынышты болған офицер. Әскерге қабылдана сала жігіттің атына несие рәсімделген. Алмас әскердің көзіне оты жасалған соң бірден алып кетті. Олар дәрігерлердің отадан соң жарты жыл физикалық күш салуға болмайды деген тиіміне қарамады. 27 мамыр оны алып кетті. Мамырдың 28 күні ұлым Алматыға жетті. 29-на әскери бөлімге жетіп, 30-сында оның атына несие рәсімделген дейді анасы. Алмастың отбасы 2 жылдан кейін әділдік үшін күрескен. Тіпті оларға әскерилердің өзі материалдық өтемақы төлейтін ақша пәтермен кіші қыздарын оқуға түсіруді ұсынған. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.